Сылдыраған өзен, сыңғырлаған орман, аспан да көк, су да көк, көкші бет. Қарағай арасындағы алаңқылар, сансыз гүлдер жаудыраған әсем алып гүл бақшасы бет. Көркі көз сүріндіріп, тіл күрмелткен көркем көл, аспан аруы қанас. Мезгіл осыдан 20 жылдың алдындағы шілденің 1-2 жаңасы. Алтай аймағының 4-ші реткі ақындар айтыс сақынасы. Сақынаға күйші көтерілді. Салалы саусақтар домбыра шанағында жорғалай жөнелді. Күй сөйлейді, күй сөйлеп тұр. Сыңғырлаған қоңыраудың әуеніндей сазда өн, сезімді селге беріп, көңілді сеңдер еріп, көз алдыңда дүние дөңгеленіп сала береді. Сол сәтте бұраңдаған бұлақтар да, былқылдаған құрақтар да оған құлақ қойғандай. Мөлдіреген суаттар да, күміс кірпік шуақтар да оған ұйып қалғандай. Күй сөйлейді, күй сөйлеп тұр. Бірде асау толқын арнада атқақтап, жүйрік екпінімен жүйткүй жөнілсе, бірде жағаны ұрып, ышқына тік шапшып, құла жал тасқыны құлаш көтереді. Күй сарыны сорғалаған сонау тұнық ауада, ақша бұлт бір көп жатқан анау тау сеңгірлерде, сезім селін нөсерлетіп, сазда өнді жаңғырықтыра қайталайды, үзбейді, қайталайды. Қайталаған сайын сүттей боп ай батқан жұлдызын жайнатқан сусар дала ғұмыр бұлбұлын сағынғандай, өзегі отқа оранып, өзге бір күй кешеді. Әсем сазға куә болған, айнала сұлулық жырына тоймаған қалпын танытады. Күй сөйлейді, күй сөйлейді, күй сөйлеп тұр. Күйші күйді шерткен сайын саңлақтанып, шерткен сайын шешіліп, шабыт қысып шар құрып отыр. Оның биік қабағы қырды шалып, сезім сеңгірлеріндегі қылт еткенді қия бастырмайды. Өнер өлкөсіндегі өресі биік өнерпазға ғана тән ұшқыр қиял, лепті лирика оның жанын жасаңғыратып, бабына келген қырандай түйілген күйге енгізген. Күйші еш жазықсыз жазаға ұшырап, сақынадан сақыраға қудаланып, қолына қойшы таяғын таянғалы, кәрі ғасыр 1-20-ны бүктеп қалтаға салғанды. Бірақ табиғи талант, өрелі өнер, жүлделі жүйрік әлі шабысынан жазбапты, қарайып қалмапты. Он саусақ ойнақ салып, сан фигурамен сазда өнді тамылжыта самғатып, жүйткіп отыр. Күйші бірде бойын шабыт құрыштаған жыраудай, бірде томағас тартылған қырандай. Күйдің аты Ағарал, күйшінің аты Тайыр. Тәкең 1955 жылы Іле Қазақ автономиялы облыстық театрге қызметке шақырылды. Онда барған азамат алыста жүріп ата мекенін, ел жұртын, туыс туғанын сағынды, аңсады. Сағыныш сазы өнерге өзек болды. Сонымен ата мекенге арнау ретінде Ағарал атты күй туды. Бұл күй өнер өлкөсіне қосылғалы өз құдіретін әбден әйгіледі. Ол отан сахнасында қанат қақты, шегір аттап шетел репертуарына дәлінді. Туған жер туралы, Ағарал туралы әңгіме қоздаса, Тәкең әрине аса бір терең махаббетпен толғанатын. Өйткені бұрынғылар туған жерге туыңды тік, туған жер алтын бесің, туған жердей жер болмас, туған елдей ел болмас деген ғой. Сөз туған жер туралы өрбісе, ой туған жер туралы толқыса, алдымен аруақты ата-бабаларымыз айтқан ақылия,
Uzақ ғасырлар үрдесінен қортылып, сараланған сөз маржаны мақал мәтел еске түсер қақ. Ағарал тәкеңнің туған жері ата мекені. Ол сондықтан да тәкеңе айрықша ыстық. Ал ертіс өзені бойына біткен бұл бір шағын ғана аралдың аты, өзінен түлеп ұшқан дауылпаз күйшінің құдіретімен алыс әлемді шарлап жүргені қашан. Тәкеңнің тұңғыш тумасы 22 жасында жарық көрген. Ол жайлы мынадай бір әңгіме бар. 42-ші жылдың жаз екен, ел қара төске қайқайған шақ, шаша делінетін шағын сайдың іші лықсыған көш. Байталға тоқым тартып мінген бала жігіт көш соңында келе жатқан. Көштің алды бір бұлақты өрлей жөнелгенде, кенет оның көзіне гүл аралас бітік біткен бір гөнді бұтада жарқ-жұрқ етіп жалпылдап отырған ақ құйрық торғай түсе кетеді. Ол торғай әрекетіне қадала қарап тоқтай қалады. Себепсіз сезім бұзылмаған шабыт бұрылтпастай бұйдалап, торғай бейнесі тол құтып әкетіп барады. Ақыры ол артқы түйедегі домбыраны басқаларға байқатпай суырып алып, сытылып қала береді. Байталды бекітіп қойып, торғайдың соңына түседі. Торғай бұта бүргенді аралап, дамылсыз ұшып қонады. Оны қуалап тәкеңнің киімдері де дал-дұл болады. Бірақ бір күй оның домбырасына ырғақ боп түседі. Бірер айдан кейін ел жайлауға барып, орныққан көңілді бір топты жиында ол Ақкөт торғай деп атаған өзінің тырнақ алды туындысын тұңғыш жария етіп шертіп береді. Отырған үлкендер бәсе осы Белгібайдың тайырынан бекер дәметкеміз жоқ десіп, орындарынан ырғалақтап қалысады. Кезінде бай бағландардың жандайшап жағымпаздарына жазал шапалақ болып ұрылған бұл күй, күні бүгін майданы әлсіз, екібеткей жандарды шенеген шебер суреткерлігімен өз өміршеңдігін әләйгілеп келеді. 1956 жылдың жазы тәкең өміріндегі естен кетпес есіл кез болып қалды. Өйткені ол осы жыл жазда Шинжаң әмби ансамблінің құрамында шетелге сапарға аттанды. Үйірме 2 ай мөлшері сол шақтағы Советтер одағының Орта Азиядағы 5 одақтас республикасына қалады. Күйші барған жерінде өз күйі Салгүрің мен Жаңа Шабытты және әйгілі күйші ана Динаның әсем қоңырын орындап отырды. Көрші елдің көрнекті өнерпаздары азат болғанына азғана болған Жұңғодағы қазақтың тайырдай талантты күйшісіне, композиторына тамаша баға берісті. Социалистік Қазақстан газеті Белгібаев тайырдың күйші етіп отырған көрінісін көрнекті орынға көтеріп арнаулы хабарлады. Арыны да, дарыны да, дәл бабында дауылдап тұрған шағында күйшіге солақайлықтың сойылы кеп сарт етті. Шетелге байланған, ұлтшыл болып тезге басылды. Онымен қисығы түзелмеді де, енді бір жыл еңбекпен өзгертуге үкім етілді. Құзғындай берген қудалау, ақыры оны алып соқты. 1962 жылға қарсы қызметтен қуаланып, Алтайға қайтарылды. Бірақ ол шептен шегінбеді. Өзі сүйіп кіріскен өнерге деген қызуында кезіккен кедергілерді кесіп түсіп, нәтижелі қадамдарын тастай берді. Күйші осы тұста Алтайдың асқарында қой бағамын, жұмсаймын халық үшін бойда бәрін. Таяқты домбырағып тау басында кәрі дос күй туралы ойланамын деп салтанатпен мәлімдеді. Қазір біз күйшінің өмір жолын парақтайтын болсақ, оның аса көп туындыларының сол бір күдірдегі сүрініп жығылып жүрген тұстарда туғанын байқаймыз. Еңбек туманы, жорға жирен, мерген, сайгүлік, алабайрақ, пойыз келді, тоқал бұқа, толқын, қанас, әріптес қатарлы күй, дәл әне сол шақтың жемістері.
домбыра және күй өнерін келешекке кесек нәтижемен жалғастыру Тәкеңнің асыл арманы биік талғамы еді. Ол осы жолда өмірлік күшін салды, ақтық деміне дейін аянбады. Өмір бойы ұрпақ тәрбиелеп өтті, өмір бойы өз білгенін басқаларға үйретіп өтті. Біреу домбыра не күй туралы бір нәрсе сұрай қалса, ол жөнінен жүйел түсінік беріп, әмәлиятын көрсету оның әдеті еді. Күтімсіз жатқан домбыраны көрсе, оған шек тағып, перне байлап, іске қосып сөйлетіп қоюшы еді жарықтық. Домбыраға өстеніп жүрген жастардың өзі жасаған бірер күйі болса, оны өңдеп беріп, онан соң үйреніп алып, ел арасында пәленнің күйі деп шертіп беріп, демеуші еді болусы. Демікпен ауқасы ауырлап, өміріне қауіп төнген соңғы мезгілінде де, больницада жатып емделіп жатқанда да, бас жағынан домбырасын үнемі үзбеді ғой Тәкең. Оның осы саладағы үлкен өнерпаз екенін білген дәрігерлер де оған жол қойды. Ол домбыраны қолына алып, тарамыстай тыртысқан арықта салал саусақтарын шанақ бетінде ойната жөнелгенде, қол бұрып сілкініп, әлденіп өңейіп шыға келеді. Бір мезет ауру төсегін, өзін алқымдаған науқасты, аш ажалды мүлде ұмытады. 20 жылға жуық қақпай көріп, ескерусіз қалған күйші, ақыры Алтайдың алыс бір түкпірінен, яғни туған жері Ағаралдан, күйін күмбірлетіп, орыннан қайта тұрды. Ол 1980 жылы нақақ жаладан мүлде ақталып, қызметке қайта шақырылды. Жұңғы музыканттар қоғамы Шинжаң бөлімшесіне жора боп қайта сайланды. Сонан бұлай күйші Іле Қазақ облысының Алтай аймағының түрлі өнер байқауларына арнай ұсыныс етіліп, құрмет төрінде отырып жүрді. Қасиетті Қанастың бойында болып, Қоңырауба сазына сапар шекті. Ағызенді күймен айшықтап, Арал мен Сарбұлақта өнер көрсетті. 81 жылы Алтайдың Арал жайлауында оздырылған аймақтың 5-ші реткі ақындар айтысында аймақ қазақ домбырасын жалғастырып, күй қазынасын көркейтуге үлес қосқан тарлан күйшіге қазақ салты бойынша шапан жауып, құрмет грамотасын ұсынды. 80 жыл 4 айда Алтай қалалық мәдениет мекемесі кеудесі күй сандық саналатын Тәкеңнен 100 күйді дыбыс таспасына көшіріп алды. Аққу түсті алма мойын жеңеше, мына жігіт неткен жасық демеші. Сіз өссеңіз суын ішіп ертістің, менің дәкем іледі өскен кемеші. Бұл Тәкеңнің 58 жылы халық әнінен өңдеп қайта жасаған жеңешем атты алғашқы әні. Сонан былайғы жылдарда саңлақ сазгер, жасыл алқап, шырқайды малшы шаттық ән, армиям, өліңгір, қырманшы әні, қант дебі, аспан көлім қанасым қатарлы бір сыпыра әннің авторы да болды. Тәкең жалаң сазгер ғана емес, күй шертуге шешілген шешен шебер еді. Сондықтан халық оны даулескер домбырашы деп атайды. 56 жылғы Алматы сапарында Тәкең дүние қазағының дүлдүл күйшісі Құрманғазының Төре Мұратын 2 сағат шамасында ғана үйреніп алып, шертіп бергенде, Қазақстанның халқыраға бой көрсетіп жүрген өнерпаздары оны арқаға қаққан екен. Ал қайтыс болардан ілгергі жылдардың біріндегі жайлаудың жаңға жайлы бір отырысында ол кісі алуан фигурамен орындалатын завод күйін шерте келіп, домбыраны желкесіне қолтығының астына арт жағына ауыстырып, үзбей шертіп аяқтатқанда, тыңдап отырған ауыл ақсақалдары: «Қайран тайыр, сенің де андағы 10 саусағың саудырап, топырақтың астында қалып шірейді-ау шіркін бір күні» десіп, көздеріне жасалған кездері болған. Ауыл ақсақалдарының айтқаны келді. Тажал тағдыр сұма жал, ақыры өлгеніне көндірді.
1984 жылы маусым айының 25 жұлдызы. Халықтың ілуде бір кезгетін қалаулы өнерпаз ұлын. Көненің сарқыты жаңаның жаршысы ретінде көзге түскен саңлақ сазгерін қара жер қойып қалды. Тәкеңнің аңқылдаған ақ еділ жүрегі мұнан 15 жыл бұрын соғуын тоқтатты. Ол қазір Алтай қаласының солтүстік басындағы құрбандар қабірстандығында мәңгілік ұйқыда жатыр. Бірақ өнер өлмейді. Өнермен бірге өнер иесі де мәңгі тірі. Таяуда күйшінің 80 жылдығы, өнер тарихының 57 жылы, оның ата мекенінде, ауылында үлкен марапатпен атап өтілді. Қалада, далада, өзінен туған, туын тіккен, намысын қорғап, абыройын арттырған көрнекті өнерпазын сағынышты сезіммен еске түсірді. Арала бертіс бойын ағаралын, шат көнін жырлап өттің замананың тайырада. Қазан айының 20 жұлдызы Алтай қалалық халық үкіметі мен автономиялы райондық әдебиет көркемөнершілер бірлестігі бірлікте Тау қаласы Алтайда күйші дүниеге келгендігінің 80 жылдығына орай даулескер күйші саңлақ сазгер Тайыр Белгібайұлы туралы ғылыми талқы ұйымдастырды. Шар тараптан жиналған Тәкеңнің саптастары, ағайын дос-жарандары мен дүйім жұрт ғылыми талқы жиынында Тәкеңді қайта еске түсірумен бірге Тәкең еңбектерін жоғары бағалады. Тәкеңнің тамаша шәкірттерінің бірі қанатты қол домбырашы Дәулет Қалықұлы мен Тәкеңнің тірі кезіндегі досы Шинжаң газетінің тете аға редакторы Зейнолла Қызырұлы Тәкең күйлерін орындады. Автономиялы район мен Іле Қазақ облысындағы басшылардан Жанабыл, Асқат, Қадыс, Қыдырбай, Дәлелқан, Зақаң қатарлы жолдастар мен бірсыпыра орындар құттықтау хат, телеграммаларын жолдап, талқының табысты болуын тіледі. Қаладағы қимыл сол күні түстен көйін далада жалғасты. Күйшінің ата мекені Абитан той мерекесіне шомды. Сағыныштың сазын сапырды. Өзінен шығып атағы алыс әлемді шарлаған аруақты күйшісін қабырдан қайта бір аунатқандай болды. Асқа арналған көк қасқа тайға ақын Шәкен Оңалбаев бата жасады. Тәкеңнің туған жері Алтайдың аспаны ашық болсын. Алабына ен байлық тасып толсын. Атақты тау өзен көлдерін жер жүзінің адамдары көруге асық болсын. Көктегі күндеріңіз нұрлы болсын. Өмірлеріңіз думанды жырлы болсын. Басшыларыңыз саналы мейлі болсын. Ел жұртқа қайырымды сыйлы болсын. Жас ұрпақтарыңыз жігерлі жалынды болсын. Ақындарыңыз абайдай дарынды болсын. Жүйріктеріңіз тау суындай арынды болсын. Жігіттеріңіз Ғали Арыстандай қарымды болсын. Өрістеріңізде төрттілік мал кернесін. Атақ абыройларыңыз әрдайым биік көрілесін. Бақытты дәуір жандарыңызға шуағын төгіп, бастарыңызға ешқашан жамандық бермесін. Ынтымақ гүлі әрдайым құлпыра берсін. Барлық адам нұрлы болашаққа ұмтыла берсін. Бүгінгі ұрпақтан Тәкеңнің өзі сияқты әсем әнмен күй туа берсін. Дарын жұлдызы көгінен әсте таймасын. Тәкеңнің досы ұрпақтар қолында сайрасын. Асыл ағаның жаны жәннатта болсын. Тәңірім осы тілегімізді қабыл айласын. Аллаху акбар. Ақсарбас қойға Әнуар Нұрғазыұлы бата берді. Ару қанастай көліңе бата,
Ақтылы қой алалы жылқысы өрген Әбитандай әйгілі жеріңе бата. Тұлпар мініп туалып жауға шапқан арқалықтай аруақты еріңе бата. Тайырдың аруағын аунатып жатқан ұлағатты ұрпақтың сеніміне бата. Ағарал күйі чарықтай берсін, қанасым сазы қалықтай берсін. Той үстінде боз торғай жұмыртқалап, бақыт пен байлық талықпай келсін. Алтайдай әсем қалаңа бата, байлыққа толған далаңа бата. Ақсамайлы анаға бата, бесікте жатқан балаға бата. Күміс сақалды кәріге бата, қол жайып тұрған бәрлеріңізге бата. Арала бертіс бойын Үстен көйінгі қимылға жиналған 3000-дай жұрт алдында Әбитан қалашығы орталау мектебінің 21 ұл-қызынан ұйымдасқан оркестр Тәкен ата күйлерін орындады. Алтайдың 6 ауданы мен Шинжаңның жер-жерінен келген өнерпаздар өнер көрсетті. Қимылдың соңы ауыл адамдарының атүсті қимылдарымен өз пердесін уақыттық түсірді. Кеште 1000-ға жуық көрермен қалалық халық киноханасына жиналып, қазақтың күй төгілген домбырасы атты музыка кешін тамашалады. Әйгілі домбырашы Тайыр Ақсақал Әбитан, Алтай қаласы Әбитанның Ағарал ауылында, Ағарал қыстағында туып есебір жеткен. Тайыр Ақсақал 80 жасқа толық байланысымен бүгін ауылымызда ұлы думанды ас беру давырал науқаны өздіріліп отыр. Тайыр Ақсақалдың өзінің тәрбиелеген ұрпақтары, достары, жеткіншектері өткіл елімізде қазір әрқайсы жерлерінде оның дүниеге таралған күйлерін таратуда. Сондықтан бұл біздің бақытымыз, қуанышымыз, сондай-ақ Әбитандағы туыс туғандарының, дос жарандарының үлкен мерей қуаныш деп сенеміз. Сондай-ақ бұдан кейін Тайыр ағаның осындай ұлы давыралы науқанын жалғасты ұрпақтан ұрпаққа жалғастыруға күш шығарамыз. Ал енді Тайыр туралы сөйлеген кезде күйдің туралы да сөйлемесек, онда мүмкін толықсызда болып қалуы керек. Күй деген бұл өзі біздің қазақ халқымыздың көркем өнердің ішіндегі ең çoқтығы биік бір жанр түрі. Күй түрлері мол. Күй түрі, домбыра күйлері, сыбызғы күйлері, қобыз күйлері деп келеді. Қазір енді осылай дамуға байланысты біздің күйлеріміз мына оркестрлік сипат алып, үлкен симфониялық жағдайға таман ауысып өтіп дамып келе жатыр. Енді осындай біздің қазақ халқының күй өнеріне үлес қосқан Тайыр Белгібайұлының менен бірге ұзақ уақыт бірге болдым. Бірақ мен ол кісіменен кездескен екі реткі кездесуім өте бір ештен кетпестей кездесу болды. Мұның біреуі менің өзімнің кішкене күнімде 1956 жылы Жеменей ауданында жазда Хасен Жамина кинофильмінің әртістері деген атпен келіп Іле облыстық көркем өнер үйірмесі концерт қойды. Міне осы кезде мен тұңғыш рет Тайырды көрдім және оның күйін тыңдадым. Бұл бір кездесу ештен кетпейді. Енді біреуі 1967 жылы 4 айда болды. Ол кезде Тәкен Әбитан көшесінде әдеттегі бір чопан болып еңбек етіп жүрген кезі болатын. Біз тауға бір машинамен кетіп бара жатыр едік. Жолда бір қора қойын айдаған, үсті басы шаң басқан, тозын қылау, артында байлап алған домбырасы бар Тәкенмен және бір рет кездестік. Бұл кездесуде Тәкен өміріндегі небір үлкен оқиғалардың осы екі кездесудің өзі өкілі болып береме деген ойдамын. Ал кейін осындай болса дағы о кісі домбырасын қанжығасынан тастамауы, халқын ұмытпауы, халқының көркем өнеріне, әсіресе оның күй жанрына қосқан үлесі бүгін міне тек Алтай халқының ғана емес, бүткіл Іле облысымыздың әуелі қазір негізінен әлемдік сипатқа ие негізге қарай көшіп бара жатқандығы, оның біз ұмытпайтын ұл адам екендігін толық дәлелдеп береді. Біздің марқұм әкеміздің басып өткен өмір сапары өте
кыйынчылыкпен, жокчулукпен, кедейчиликпен өттү. Мен эс билгенден бери карай биздин семьямыздын да турмушу ауыр, кедейчилик өтө азаппен өттү. Мен адеп эс биле баштаган кезден баштап маркум акемизди өзүнүн бир кишилик аке борушун өтөп жүргөн бир карапайым аке экен деп жүрөтүмүн. Бирок эсеге келе менин акемдин осундай ардагер күйшү, өнөр ээси экенин биле баштадык. Менин ал эсимде осы кыстын бир какаган карлы боран күнү болатын. Биз үй ишибизбен, аке шешемизбен бирок мал, азгантай малыбызга карап, сол апат менен алышып жаткан кезде bir kişkene balabız, жақын маңда көршім bir kişkene баласы келіп, әкемізге үйге келген қонақтар сізді біраз күй тартып берсін деп шақырып жатыр деп әкемізге айтып еді. Ешқандай бұлдануды, кергуді білмейтін әкеміз әгі баланың сөзіне еріп барды. Біз қайтып келген әкемізге біз үстіп осындай өмір кешіріп, осындай қиыншылық астында отырғанда, ішерге тамақ табылмай отырған кезде бізге ән айтып домбыра шертудің не қажеті бар деп біз әкемізге ренжідік. Ол кезде әкеміз бізге мындай асыл тәрбиелер айтты. Өнер өлмейді. Өнер өлсе, өнердің орнын толтыру мүмкін емес. Өнер таусылмайтын байлық. Сендер осы домбыраны үйреніп, осын шыңына шығудан керек. Осын домбыраны атам етіп жалғастыруың керек деп тәрбие берді. Заман бит тұрмайды, және оңалады. Тәкең белгілі бір музыкалық мектепте, я болмаса жоғары дәрежелі домбыралық мектепте оқымаса да, жасаған күйлері, оның мелодиясы, оның уақиғалығы өзінің дұрыс тұрғысын тауып жатады. Біз басқа шығармалар, көркемдік шығармалар жайлы айтқан уақыттарда оның басталуы, шарықтау шегі, одан кейін аяқтауы, одан кейін орынды қайталануы, оның тәтті бір әуені өзегі ол күйдің бастан аяқ жалғасуы жайында Тәкең ешкімнен үйренбесе де осы өнерді өзіне күй жасау кезінде әбден мол өзіне қабылдаған. Әрине күйлерінде де осы A, B, C, D қайтадан келіп негізгі әуеніне қайтарылады. Осы арқылы өзінің тақырыбын, күйдің мазмұнын толық бейнелейді, күйдің негізгі әуенін бастан аяқ күйдің ішінде мына жіп қып алып жүреді. Күй жасау өнерінің бірі осындай болады. Біздің Тәкең халық ішінен, халық күйлерінен, одан кейін мына Қазақстанның күйлерінен, бұрынғы бейсенбінің күйлерінен көп талым алған. Әрине олардың күй жасау, күй шерту, одан кейін күйге әгіндей бір өрнек кіргізу жолында өздігінен үйренген адам десек болады. Соның үшін біз Тәкеңді өз дәуірінің алыбы дейміз. Хайыр, күй боп, халқымыздың бағына қарай күй боп туылған перелі күйші болады. Мен қазір міне 74 жастағы адам. Күні бүгін мен Тайыр, мен көз алдымнан кетті, және мақалам да жазған. Өйткені мана домбыра мен тұсамайды. Осы домбыраны ұстасам болды, Тайыр менің көз алдыма кетті.